Күн яхшы болсын, аяулануға ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Бұл дүнияда неше түрлі халық бар. Сол шақлы әрбірісінің діні, маданияты, өзінің айырым бір әлемет әдетлері бар. Әрбір халық ата-бабаларының игі әдетлерін сақламаға, ұнықларға көрсетпеге, арқадан арқаға таралтпаға ниет етеді. Бай өзінің әдетлері мен біздің ноғай халқымызда. Егер біздің әдетлерді шеттен алып тергіп, бұрынғысынан алып ізлеп басласаң, неше топ кітаплар язбаға болар деп ойлаймын. Бүгін мен ноғай халқының бірнеше әру әдетлері хақында радио тыңлаушыларға хабарламаға шақырамын. Біздің Арухан Қырым-Сұлтан қызы Дадиковады. Сіз бәріңізді оны бек ару танисыз. Алдын кереде біз онымен неше кереде бек қызықлы интервьюлар, хабарласулар ұйғынлағамыз неше түрлі пайдалы темаларға. Арухан Дадикова, міне сіз бірнеше еллардан бері туған ерден алыста яшайсыз. Сізге сол алыс ерде асыл ноғай әдетлері бөттінді ісі тие тағандыр. Өзіңізге яраған бірнеше әдетлер хақында бүгін біздің радио тыңлаушыларға айтсаңыз екен. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух, Сәлмет Ахматовна. Ноғай шөлден ұзақ тұрсақ та, туған жеріміз бәрімізге де ісі тиеді. Қайда болсақ та, әрбіріміз тірі заманда қайтпасақ та, өлгенде бәрімізде ноғай шөлге ата-бабаларымыздың жанына барғымыз келеді, иншалла. Оныша бір Алла Таалам біледі. Ноғайлар айтқанлай, құлым не деп айтасың, құдайым не деп тұры. Яңыларда бір ролик көрдім. Перепис населенияға бағысланған. Онда Дагестанның әрбір миллеттің ақында бір-екі сөз айтылған. Мысалы, дәргенлар бай халық деп айтылды, шешенлер өктем халық деп айтылды, құмықлар тербиялы халық деп, солай басқалар. Со видеодың ызында ноғайлар егерлі таң халық деп айтылды. Смелый и добрый народ. Ойлаймын, о бек ару характеристика. Тек біздің халықта ноғайшылық деген сөз бар. Мұнда Федоровскийда ноғайлардан көрім көп миллет аладылар. Яқшылық көрсету, көмек ету бек әру көрім исламда. Ноғайлар бірінші болып юғырады. Біреуге көмек керек болса, шүкір Аллаға. Алла Тааладың алдында ондай көрім бек сыйлы. Неше халықты айтқан, ноғай халық қалай тыпақ, көмек етпеге әзір болып тұрады. Альхамдулилля. Ноғайшылық bizim қанымызда, шүкір Аллаға. Көп еллардың артында біз пойызбан, балаларман, мамамман, жатқан ер ярық болсын, я Алла, Кизарға келіп түстік. Сол заманда біз бәрімізде көбісінше пойызбан жүретаған едік. Таксилар қалмаған еді, бір авария еркекпен біз ауылға кеттік. Сол айтады. Ноғай халық өзінің ноғайына юғырады басылап деп. Ноғай таксистлар ноғайша қышқырып, олар шақырады ноғайша сөйлеп. Ноғайша сөзі есітсе, ноғайлар тура соларға барады бәрісте деп. Енді мен де ноғай тілді үйрене жатырмын деп күлді. Бір күн мамаман Кизарға продуктыға барған едім, мамам маға айтады. Жүр бастап ноғайлардан алайық, оларда жоқ затларды басқалардан алармыз деді. Ondan soң біз пыслақ, май сатылатаған павильонға кірген едік. Онда білемші, кон қышқырық пышақларын созып, сюда иди деп қышқыратаған. Біз собаяға астағфирулла, ноғайша кім сөйлейді, соға тура жүреміз. Бір күн Фазилмен Тарумовқа барған едік тоже. Картошка соған керек еді. Қараймыз, көп түрлі миллеттер олдыр. Солардың арасында бір абай долдыр, ноғай абай. Біз үндемей тура со ноғай есіл абайға бардық, онан алдық. Со абай айтады, ноғайлар келсе, бұл пақыр қатынлар мүтін үзеділер деп, маға келеді бәрісте менден алады деп. Неге олай екен, білмеймін. Біз ноғай халық, құжыр халық. Бар затқа да біз ноғай деген сөзді қоспаға сүйеміз. Ноғай өтпек, ноғай шай, ноғай лақса, ноғай орам, ноғай yol. Yazda Fazilмен тас yolman бариятыр едік мәшіммен. Ауыл бетте. Yol яман еді, соң Фазил айтады. Қой мен ноғай yolman айдайымшы, деп астыға құм yolға түсті. Фазилға айтам, ноғай шай, ноғай өтпек бар екен біле таған едім. Тек ноғай yol бар екен, біріншіле естім деп.
Басқа миллет өтпек деп айтса, біз ноғай өтпек деп айтамыз. Басқа миллет лапша деп айтса, біз ноғай лақса дейміз. Айтатша тек ноғайларда бар екі ауру. Суық дейді, яда көз дейді. Тек ноғайлар ноғай кетсе, келіңіз енді, өзіміз бір нормально кеде шай ішейікші деп айтадылар. Бізге ноғайларға ару сөз сатлық, біз қатырып айтпа сүйеміз. Есімде кішкей заманда бізде әрбір сиырдың аты бар еді. Ақсақ сиыр, алабай сиыр, соқыр сиыр, бір мүйізлі сиыр. Ойлаймын әлі, неге со пақыр айванларға сондай яман аттар тағатаған болған екенбіз? Астағфирулла. Арухан Хаджия, ноғайшылық ақылында қалай қызықлы етіп айттыңыз? Ақиқатлайды, ноғайлар бір-бірісіне дайымды көмек етпей сүйеділер. Міне әдім топырақ болса да сүргіттан, әкелегі заманда ауырған әдімге, еді бір еді конкурста қатнасаяқ болса, соң үшін бәрді явылып, бір-бірісіне әрекеттеп жіберіп, группаларға сөйтіп көмек етеділер, көмеклесіп, көпілесіп. Со біздің ноғайдың со әдеті бек ярайды маға. Әміне әйелмен байланысылы әдетлердің ішінде қайсы әдет сізге артық ярайды? Сәлмет Ахматовна, әдеттен тұра келін иконлерге сөйлемей таған әдет тек біздің ноғайларда бар. Менше ол әдетті бастап яс заманда яратпаған едім. Есее келе аңлаймын ол әру әдет екенін. Біз қатынлар өзіміздің ерімізді біле қоймаймызша. Алла аталам 10 кесек алтыннан 9 кесегін еркек кісіге берген, тек 1 кесегін бізге қатынларға берген. Басқа миллет келін қайнатаға сөйлемей таған ол әдетті білмейтше, соның үшін бек құжырзаттар болады. Мұнда Сүргітта бір ноғайгеде Эльдорадода директор болып ішепті. Сонда ноғай қатында Гүлжан деген ішлейтаған болыпты. Бір күн со директоры выходнойдан келгенде, он охранник шақырып бұлай айтыпты: Гүлжана такая молодец. Пришел глухой старик, и она, не сказав ему ни слова, смогла продать ему телевизор деп. Ол аңламай сорапты: bu не хабар болдашы деп. Гүлжан айтыпты: бір хабарда ту, қайнатам келген еді, соға телевизор сатып ердім деп. Тағы да бір хабар тоже Сүргітта бір ноғай қатын врачқа қайнатасы келіпті приемға. Ол оға бір затты айтпай, бір затты сорамай оннан, дарман, рецепт, бар затты да yazып, есікті ашып, yolға салып еріпті. Оның янында отырған медсестрасы орыс, аузын ашып қалыпты: мен шаңламадым, bu не зат болды? Сіз оныман неге сөйлемедіңіз? Сіз оныман ұрсыстыңыз ба? Сіз оныға өкпелегесіз бе? Ноғай қатын айтыпты: жоқ, о менің күйеуім атасы, бізде ярамайды сөйлемеге, солай әдетті. Тағы да бір случай болған, сіз танисыз оларды. Қайнатасымен оға сөйлемейтін келіні екеуі шашқа ойнайдылар. Қайнатасы шашқада ауыстырып келінін алдатады. Келіні сөйлемеседі, оны алдатып жатырғаны көріп, оның көзінше ручка, тетрадьты алады да записка жазады: папа, сен нете мені алдатып тұрасың деп. Сәлмет Ахматовна, яшау да түрленеді, әдетлер де түрленеді. Әру әдетлер де бар ата бабадан қалған. Амма тойман байланыслы неші керексіз әдетлер шығып тұрады. Ойлаймын, біз қатынлар күнәлі ондай әдетлерге. Қайсы еркек аңлайды ол әдетті, қайсы еркек қатынасады ол әдетке, біреуі де. Біз ең біріншілей ізлеу керекпіз Алла Тағаладың разылығын. Шушы bizim ноғай халқының ақында айтып, мен өзіме де, емсізге де есімізге саламын. Алла Тағаладың алдында бір әдем де бір әдемнен артық туы. Бір миллет де бір миллеттен артық туы. Ақ әдем артық туы қара әдемнен, бай әдем артық туы ярлыдан. Тек Алла Тағаладың алдында, Алла Тағаладан қорқатаған әдемлер артық. Келген Рамазан айыман құтлаймын. Ораза тұтып, Алламызды ескеріп, ибадатлар етіп, тілімізді тыйып, Алла Тағаладың разылығымен кетсін әрбір күніміз. Амин, я Алла.
Арухан Хаджия, көп сау болыңыз. Бүгін бізге бек әрі етіп, ашық етіп, таза етіп, мәнелі етіп, бәр затын ақында да айтқаныңызға, ноғайшылық ақында бөтенде, игі әдетлеріміз ақында, әйелдігі әдеттің ақында айтқаныңызға, сау болыңыз, игі ероңызға, бізді ораза айма құтлағаныңызға, біз де сізге бәрі игі затты да дүнияда yorayымыз сізге, сіздің әйеліңізге, саулай ноғай халқымызға. Аяулы радио тыңлаушылар, сау болыңыз, сізде бүгін бізді тыңлағаныңызға, ораза айымыз еңгіл кетсін, бәрі күнәлерімізді Алла Тағала кешірсін, тек игі заттар болсын біздің ноғай халқымызда да, саулай мұсылманларға да. Аман тұрыңыз.